Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, сіздерді өз каналымда көргеніме қуаныштымын. Бүгін ереже жинақтың келесі санында жолығып отырмыз. Бүгінгі қарастыратын ережеміз бұл зат есімнің септелуі. Сонымен бастаймыз. Қазіргі ағылшын тілінде екі септік бар. Біріншісі ол common case, жалпы септік, екіншісі possessive case, тәуелдік септік. Common case баяндауыштан басқа сөйлем мүшелерінің қызметін атқарады, тек баяндауыштың ғана қызметін атқара алмайды. Енді осы жалпы септікті біздің қазақ тілдегі септік формасына салып көрейік. Атау септігі the girl, ілік of the girl, барыс to the girl, табыс the girl, жатыс the girl, шығыс септігі by the girl, көмектес септігі with the girl, about the girl. Екінші септік түрі ол possessive case, зат есімнің тәуелдік септік жалғаулары, немесе genitive case деп аталады. Whose, кімнің деген сұрағына жауап беріп, апостроф s жалғауы жалғану арқылы жасалынады. Ал егер көпше түрде болса, онда бірінші s жалғауы жалғанып, содан кейін барып апостроф қойылады. Мысалы, the dog's tail көпше түрінде және жекеше түрінде осылай жасалынады. Екінші, өзгеше жасалынатын көпше түрге үнемі апостроф, содан кейін s жалғауы жалғанады. Мысалы, children's. Үшінші, house, shop, office сөздері апостроф s жалғанғанда түсіп қалады. Мысалы, I go to the baker's. House сөзі түсіп отыр. Төртінші, егер екі адам бір затқа иелік ететін болса, онда екінші адамға жекеше түрде апостроф s жалғауы жалғану арқылы жасалынады. Мысалы, Peter and Helen's flat is large. Бесінші, ілік септігінде тұратын зат есімнің алдына келіп, анықтауыш қызметін атқарады. Мысалы, the children's toys. Алтыншы, егер ол зат есім алдында анықтауыш сын есім тұратын болса, онда ілік септігіндегі зат есім оның алдына келеді. Мысалы, the children's new toys. Жетінші, сөйлемде екі ілік септігі зат есімдер өте сирек кездеседі. Мысалы, he is my sister's husband's father. Оның орнына he is the father of my sister's husband деп қолдана беруге болады. Келесі, жанды затқа апостроф s жалғану арқылы жасалады, mom's hat. Ал жансыз затқа of жалғау арқылы жасалынады, the window of my house. Ескерту, жансыз заттардың арасында апостроф s қолданылатын кездерде бар. Бірінші, уақыт пен арақашықтықты білдірсе. Today's newspaper. A mile's distance. Бір мильдік арақашықтық. Екінші, елдер мен қала аттарында. Germany's industry. New York streets. Үшінші, газет пен организация аттарында. The Guardian's article. A Red Cross volunteers. Төртінші, nation, country, city, town сөздері мен келсе. Country's treasures. City's street. Келесі, ship, car, boat сөздері. Ship's name, car's speed. Келесі, алтыншы, nature, water, ocean сөздерінен кейін. Ocean's temperature, nature's beauty. Келесі, ай, жылдардың, мезгілдің аттарын атағанда. January's frost. Планета аттарында. Saturn's ring. Тұрақты тіркестерде. At death's door. At arm's length. Қол созым жерде. By a hair's breadth. At a snail's pace. Тағы басқалар. Міне осындай кездерде of емес, апостроф s жалғауы жалғану арқылы жасалынады екен. Сонымен ереже аяқталды. Осы ережеде қазіргі ағылшын тілінің екі септігі бар екенін және олардың қалай қолдануға болатынын айтып шықтық. Сонымен видеоны қайталап көріп, ережені еске сақтауға тырысыңыздар. Келесі видеода көріскенше аман сау болыңыздар.